Рамазанға дайындалу, Рамазанға қалай кіреміз дейтін болса, бірінші жақсылап продуктын алып қап дайындап алу керек десем. Мысалы, Рамазан айы кірген кезде дәрістерін тоқтатып, Құран оқитын еді. Күндіз бір қатым, кешке бір қатым, жаңағы Құранды сонда 30 күнде 60 мәрте қатым етіп шығады. 83 жылдан астам уақыт деп жатыр ғой. Ол нақты уақыт емес, Алланың мейірімі. Рамазан сондай ай, ол айда Құран түсті дейді. Андай бір әулиені көргендей сұрақ қойдым ғой. Машалла. 365 күннің бір түнін ұйықтамай өткізуге болады деп ойлаймын да. Қалған 364 күн ұйықтай береміз ғой. Соны мешітке уағызға келесің ғой, соны. Сен сабақ оқымай жүресің. Алып тастайсыңдар ғой, ертең жаңадай. Бізде әйтеуір әңгімелесіп отырамыз ғой, күліп арасында қиып алып тастайды. Ал бисмилля, ұстаз, қош келдіңіз. Енді әуелі Аллах Тағаланың атымен бастаймыз. Бүгінгі біздің сұхбатымызға, яғни қазіргі заман тілімен айтқан кезде подкаст деп айтамыз ғой. Сол алғашқы подкастымыз. Алла Тағала ісімізге береке берсін деп тілейміз. Және де осы подкастымызды тұсауын кесіп жатқан, яғни ең алғашқы көрермен болып бізге сұхбатын беретін ұстазымыз Резабек Батталы, Нұр-Барак университетінің аға оқытушысы. Қош келдіңіз. Алла Тағала бүгінгі ісімізге, бастамамызға Алла Тағала береке берсін, иншалла. Және де бүгінгі подкастымыздың тақырыбы, былайша айтқан кезде, Рамазан айына Құрансыз кірме деген тақырып. Яғни Рамазан айын қалай өткізу керек, жалпы руханиятқа қалай дайындық керек, сол барлығын бұл подкастта иншалла қамтитын боламыз. Алла Тағала бүгінгі ісімізге, бастамымызға береке берсін дегеніміз. Ал ұстаз, қош келдіңіз. Қош көрдік. Өзіңіз бір-екі бастама айтып жеңіз, ары қарай жалғастырайық. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейірімді, рахымды Алланың атымен бастаймыз. Пайғамбарымызға салауат пен сәлемдер болсын. Мынау келіп жеткен Рамазан баршамызға мүбәрак болсын. Алла Тағала төрт көзіміз түгел толық ұстап шығуды және сол Рамазанда өзі уәде еткен сауапты алуды Алла баршамызға нәсіп етсін. Алла разы болсын, ұстаз. Енді тақырыбымызға көшейік. Рамазанға Құрансыз кірме тақырыбында. Енді бұл жерде енді сізге кез келген сұрақтар қоямыз, иншаллах. Бұл жердің мақсаты сол. Енді бірінші сұрағымыздан бастайық. Алла Тағала ісімізге береке берсін. Ұстаз, енді бұл Рамазанға адамдар кірген кезде ораза ұстаушылардың ең алғашқылары болады. Мысалы, ең бірінші рет ораза ұстайды, немесе сахабалардың баяғыда бұл Рамазанға 5 ай, 6 ай бұрын дайындалғанын көріп жатамыз, естіп жатамыз кітаптардан. Енді қазіргі қоғамда, қазіргі адамдарға Рамазанның құндылығын қалай түсіндіреміз және қалай түсіндірсек болады, соны айтып өтсеңіз. Рамазанға дайындалу, Рамазанға қалай кіреміз дейтін болса, бірінші жақсылап продуктын алып қап дайындап алу керек десем. Енді біріншіден, мынау биыл алғашқы ниеттеніп отырған адамдар болған болса, бірінші кезекте мынау мұсылман адам оразаны ұстаған кезде бұл мұсылманның парызы, Құдайдың алдында өтеу керек болған менің парызым деп, сондай мағынада ниет қылып ұстау керек. Енді жаңа былтыр бір достарым ұстады, біраз салмақ тастады және денсаулыққа пайдалы деп жатыр деп ораза ұстап жатқан адамдар бар. Енді оларға да біз қабыл болсын деп айтамыз. Алайда бұл ораза бір жаңағыдай бір салмақ түсіру, болмаса бір диетаның бір түрі деп ұсталмайды. Керісінше бірінші кезекте біз ораза бұл фарыз, мен мұсылманмын, балағат жасына жеткен, сапарда болмаған, дені сау болған әрбір адамға фарыз амал, сол фарызымды өтеуге ниет қылдым. Алла Тағала оразамды қабыл ет деп жаңағы ниеттеніп кіруі керек. Енді оның ар жағындағы жаңағы сәресі, сосын жаңағыдай ауыз ашар уақыты, осылар қалай болады, оның жаңағы әлі өңірдегі уақыттың ерекшелігіне байланысты өздерінің уақыттары бар. Сондықтан алдын ала жаңағыдай қазір енді әлеуметтік желі дейміз ғой, сонда барлығы мәлімет, әр өңір өзінің жаңағы сәресінің уақытын, одан кейін ауыз ашар уақытын түгел хабарлап белгілеп отырады. Егер ондай мүмкіндік болмаса, жаңағыдай арнайы жергілікті сол ауыл бола ма, аудан бола ма, қала бола ма, мешітке барып, жаңағы ораза ұстайын деп едім, сәресіні қалай болады, сол күнгі оразаның ниеті қалай болады, сосын ауыз ашар уақыты қалай болады деген секілді нәрселерді анықтап алса болады. Ал енді оған бір жаңағыдай бір айлап, болмаса жаңағыдай бір көп бір
қажетті жаңағы ас ауқат алу деген, енді ол қазіргі жағдайда көп нәрсе қазір дүкендерде қолжетімді ғой, жаңа соған қатты бір әрекеттенудің қажеті жоқ. Алай негізгі дайындық ол рухани дайындық қой. Сондықтан мен бұны қалай болған күнде де ұстап шығып, Құдайдың алдындағы парызымды атқаруым керек деген ниет болған. Ниет болу керек. Оның сыртындағы жаңағы қандай тамақ ішем, ауызашарда не жеймін, сәресіде не жеуге болады деген нәрсені енді ол әркім өзінің шама шарқына қарай реттей береді. Машалла, ұстаз, алла разы болсын, өте керемет түсіндірдіңіз. Яғни оразаға құндылығын, былайша айтқан кезде дайындықты осылай бастау керек дейсіз ғой. Иә. Тамақты продукты үйге толтырмай, керісінше жүректің продуктысын толтыру керек дейсіз ғой. Ол да алла разы болсын. Бір сөз естіген едім, мынандай нәрсені айтады екен. Адамнан ниет, менен ниет деген екен да, жаңағы қой. Сол секілді адамнан бірінші ниет болса, ары қарай Алла тағала оның жүрегін ашып, сол құндылықтың не екенін түсіндіреді деген мағынада келіп отыр екен. Алла разы болсын. Енді ұстаз, екінші мәселе, Рамазан айында не амал жасау керек жалпы? Бұл Рамазан айында, мысалы, көптеген адамдар бұл Рамазанда тек ішіп жеуден тосылады деп ойлайды, болды. Бірақ бұл айда көбісі сосын уақыттар босқа өткізіп жататындарды көреміз. Енді осы тұрғыда не айтасыз? Не амал жасау керек? Енді Рамазан шәһрул Құран дейді ғой. Рамазан Құран айы. Сондықтан мен ойлаймын, бұл Рамазан кірумен адам осы егер жұмысының, енді әркімде әртүрлі жұмыс қой. Біреулер ауыр жұмыста, біреулер жеңіл жұмыста, біреулер жаңа офистік жұмыстары бар. Әркім өзінің шамасына қарай осы Рамазанда Құранмен айналысу, яғни Құранмен айналысу дегенде жаңа оқи алмайтын адам Құран оқуға, алдын оқып жүргендер болса тажвидін туралауға, сондықтан сол Құранға көбірек көңіл бөлген дұрыс. Сондықтан Рамазандағы атқарылатын амалдардың бірі, Рамазанда ғалымдарымыз көп сүйіп жасаған амалдардың бірі бұл Құран. Сондықтан мына көптеген ғалымдарымыз осы Рамазан айы келгенде мынау жамағатқа, шәкірттерге дәрістерін тоқтатып, бірыңғай Құранға отыратын болған. Тіпті имамымыз имам Ағзам Абу Ханифа рахимахулла мысалы Рамазан айы кірген кезде дәрістерін тоқтатып Құран оқитын еді дейді. Яғни күндіз бір қатым, кешке бір қатым жаңағы Құранды сонда 30 күнде 60 мәрте қатым етіп шығатын болған. Енді біз бұның бәрін біз жамағатқа міндеттей алмаймыз. Алайда жаңағыдай биыл мұғалім сәниді оқып қойса, біреу жаңағы 1-2 сүре жаттап жүргенде 3-4 сүре жаттап қойса, негізі Рамазанда атқарылатын амалдардың бірі осы. Енді одан кейін Рамазанда атқарылатын амалдардың бірі бұл осы садақа. Пайғамбарымыз айтады, афталу садақа садақатун фи Рамадан дейді. Садақаның абзалы бұл Рамазанда жасалған садақа дейді. Сондықтан адам қазақта айтады ғой, жаңа малым жаным садақасы дейді. Сол бала шағамыз, отбасымыз, кәсібіміз пәле жала қауіп қатерден аман болсын десек, сол жаңағы садақа шығарып тұруымыз керек. Өйткені пайғамбарымыз өзінің бір хадисінде айтады, бұл садақа 70-тен астам бәленің, 70-тен астам жаманшылықтың алдын алады дейді. Ал Рамазандағы садақа ол басқа уақыттағы садақадан абзал дейді. Сондықтан енді осы Рамазанда қолымыздан келгенше садақа, зекеттерімізді шығарсақ, ол еселенеді сауаптар. Ал сол амалымыз қадір түнге түсіп қалған болса, ол сол түнгі садақамыз ол 1000 айдың садақасынан қайыр болып кетпек. Енді оны қазір 83 жылдан астам уақыт деп жатыр ғой. Енді ол нақты уақыт емес, Алланың мейірімі кең. Машалла, ұстаз, алла разы болсын, өте керемет. Енді ұстаз, амал жасау керек екенін түсіндік, машалла, осындай нәрселермен Рамазанымызды безендірсек болады. Енді мен тағы бір сұрағымыз, енді көрермендерге де түсінікті болу үшін, Құран мен Рамазан айының байланысы неде? Бұл жалпы Құран түсті деген аяттар бар, бірақ оны ауам былайша халық, былайша жамағат адамдар жаңағы Құран мен Рамазан айының байланысын шатыстырып жатады. Ал енді осыны нақты білу үшін не істеу керек, оның байланысы не нәрседе жалпы? Бұл Рамазан мен Құранның қандай байланысы бар дейтін болса, шахру Рамадан аллази унзила фихил Құран. Құранда Алла тағала айтады, Рамазан сондай ай, ол айда Құран түсті дейді. Сондықтан жаңа біз Рамазанда қандай амал атқаратын десек, біз бірінші кезекте Құранды қойдық қой. Сондықтан сол Құранның бұл айда оқылуы бұл басқа аймен салыстырғанда көбірек жеңілдек болады. Өйткені бұл айдың өзі Құран түскен ай. Енді мысалы адамдар ойлауы мүмкін, енді ол
Құран 23 жылда түсті ғой, ол қалай Рамазанда түсті деуі мүмкін. Енді сол жаңағы Алла тағаланың құзырынан Бәйтул Ғиззаға осы Рамазанда түсті деп келеді. Тәпсірші ғалымдарымыз сол Бәйтул Ғиззадан 23 шілде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Жибрил арқылы түсті. Сондықтан бұл айдың өзі басқа айдан артық болуының өзі сол Құран түсуінде. Және сол бұл айдың жаңағы қадір түні бар, ол бір түннің 1000 айдан артық болуы, бұл жаңағы сол түнде Құранның түскендігі. Сонда бір Құранның жаңағы қадір қасиеті, ал енді оны адам оқитын болса, ондағы нәрсеге амал ететін болса, түсудің өзінде Рамазан мен қадір түні қадірлі болып кетті. Ал егер сол Құранды жаттайтын болсақ, оқитын болсақ, оның ішіндегі нәрсеге амал ететін болсақ, ол адамның қадір қасиеті қандай көтерілетінін сіз ойлайсыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір хадисінде айтады, жәннатқа кірген адамға, сен дүниеде Құранды қалай оқыған болсаң, енді солай оқып көтеріліп кете бер, сенің дәрежең ең соңғы аятта деген. Сондықтан енді біз бұл енді Құран мен Рамазанды байланыстыру үлкен бұл әңгіме, бір сұхбатта аяқтап тастауға болмайды. Себебі тіпті мысалы Айша анамыздан пайғамбарымыздың мінезі сұралған кезде кәна хулуқуху Құран деп айтады. Мысалы пайғамбарымыздың мінезі қандай еді дегенде, мінезі Құран еді дейді. Сондықтан ол Құранның өзінде Құран туралы қанша нәрселер айтылған. Бұл Құран шифа деген, бұл қараңғылықтан жарыққа бастайтын жол, бұл ақ пен қараны ажырататын, бұл жаңағы ескерту мен сүйінші хабар беретін деген секілді Құранның өзінде Құран туралы көп нәрселер айтылған. Сондықтан бұл Құран өзінің егелеріне, яғни шапағатшы дейді. Мысалы Тәбәрік дейміз, Мүлік сүресі бар, Бақара, Әл-Имран сүрелері бұл қабірде шапағат ететін сүрелер. Осындай Құранның өзінің жаңағыдай ерекшеліктері бар, сүрелердің ерекшеліктері бар. Машалла, Алла разы болсын. Сөз енді бұл хатым айы ғой жалпы. Мешіттерде, кез келген мешіттерде қарилар келіп 30 күн бойы Рамазан айында осы тарауих намазын оқиды. Сол кезде енді мешітте көбісі тарауихқа үйді. Енді жеке адамға келгенде Рамазан айында Құран хатым қылу міндетті ма? Кез келген мұсылман. Құран хатым қылу ол міндет амал емес, бірақ енді ол жаңағы мұстахаб дейді біреулер, сүннет амал ғой. Құранды оқудың өзі сүннет, тыңдау фарыз деген секілді. Сондықтан жаңағы кім шама шарқына қарай, кім 10 сүре білсе, сол 10 сүресімен, бір пара білетін, бір парамен, ал енді Құранды толық оқып шығам деген адам, ол толық оқып шықса, ол нұр үстіне нұр болады. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір хадисінде айтады ғой, жаңағы ол әлиф лам мим бір аят емес, әлифке бір сауап, ләмға бір сауап, мимға бір сауап деген. Сондықтан Құранның әрбір аятына ол сауап бар. Ол Құран шифа, ол Құран ол нұр. Сондықтан біз оны көбірек оқыған сайын біз одан көп пайдаламыз. Ал бірақ адам шамасы келмесе, ол қатым қылу ол адамға міндетті емес. Ал оқып жатса, ол жаңағы нұр үстіне нұр. Ал енді бұл осы Рамазанда қатым қылуы керек па дейтін болса, жоқ, оны арнайы Рамазанға тағайындаудың қажеті жоқ. Ол басқайда да қатым жасала береді. Бірақ Рамазанда қатым жасаудың сауабы еселенгендігі үшін. Мысалы біз аз төлеп көбірек алғанымыз секілді, бұл сол мағынада. Өзі негізі дінімізде сондай бір уақыттар бар, сондай бір күндер бар, сондай бір мекендер бар. Мысалы біз үйде намазды үйде оқитын болсақ, бір намаздың сауабын аламыз. Егер мешітке барып оқитын болсақ, 27 бір намазда 27 намаздың сауабын аламыз. Ал енді біз сол намазды Мединаға барып пайғамбар мешітінде оқысын болсақ, 1000 намаздың сауабын аламыз. Ал егер оны біз Қағбада харамда оқитын болсақ, Байтуллада, онда біз 100.000 намаздың сауабын аламыз. Сол секілді біздің шариғатымызда, дінімізде бір уақыттар, орындар, күндер ерекшеленеді осындай бір сауаптармен. Сол мағынада Рамазанда қатым жасайтын болса, яғни ол сауап еселенеді. Ай, машалла. Өте керемет. Бұл түсінікті болды деп ойлаймыз, иншалла. Енді
сіз анау оразаға көп адамдар дайындалып ораза ұстайды мысалы. Енді кейбір адамдар болады, ораза ұстау үшін дені сау болмай қалады да, яғни түрлі үзірлі жағдайлар. Ондай кезде ұстай беру керек па, әлде ұстамау керек па? Кейбір жерде де мысалы дәрігерлер айтып жатыр, ұстасаң зиян болады деген секілді. Осы тұста қалай істесе болады? Енді бұл жерде қандай аурулардың түрі не байланысты оразаны ұстамауға болады, енді оны сол медицинаның мамандары, болмаса біздің арнайы бір фәтуа бөлімі нақтырақ жауап берсе деп ойлаймын. Ал енді кейбір жағдайда дәрігерлер ұстауға болмайды деп жатқан болса, енді оны тыңдағанда дұрыс, бірақ оны жаңағыдай сылтау етіп алмау керек жаңағыдай. Бірақ ол сол жазылып, ертең оңалған уақытында оны қайтадан өтеп беру міндеті тұрады. Сондықтан егер жаңағыдай бір қатты денсаулыққа зияны келетін аурулар болмаса, адамның оразаны ел қатарлы ұстап шыққаны ол көп жеңіл болады. Мынау Рамазанда өзі шайтандар кісенделіп, адамға өзі ораза құлшылық жасау жеңілдірек болады. Сондықтан осы айда ораза ұстап алса, ол көбірек жеңіл болады басқа айға қарағанда. Ал бірақ шариғатымыз кім сапарға шығатын болса, кім денсаулығы жарамайтын болса, оған ауыз ашып жіберуге рұқсат. Алайда сапардан қайтқан уақытта, болмаса ауырынан айыққан уақытында жаңағы оразасын өтеп береді, қарызын. Түсінікті. Яғни аурудың түріне де байланысты дейсіз ғой. Ал енді оны ұстамаған жағдайда, мысалы, мүлде болмайды десе, мысалы, оның өтемдері бар ма? Ақшамен, малмен? Жоқ, енді ол бір жылдың көлемінде сол ауруының жеңілдеп жазылатын уақыты болса, соны күтеді оны. Ал енді оныкі жаңа созылмалы дейміз, хронический дейміз ба, мүлдем ұстауға болмайды, жыл 12 ай тіпті өмірінің соңына дейін бұл аурудан ол ораза ұстай алмайды десе, ол әр жылғы оразасының жаңа фидиясын береді, садақасын беріп, адамды тамақтандырып, сонымен жаңағы өтейтін болады. Оразасын орнына сол нәрсені қалқан қылады десеңші. Машалла, өте керемет. Рамазанның тағы бір ерекшелігі, жаңа жоғарыда айттық қой, біз Құран оқу керек, садақа беру керек. Сосын мынау тараух намазы бар. Өзі мүмкіндігінше осы тараух намаздан қалмаса, 20 ракат толық тараух намазына қатысып, өзіміздің жан дүниемізді кішкене тәрбиелесек, біз көп басқа уақытта намаз оқу, тахажжуд намазына тұру деген нәрселер жеңіл болады адамға. Сондықтан бұл Рамазандағы тараух намазының да пайдасы өте үлкен. Сондықтан жаңағы бұл алғаш ораза ұстаған адам үшін сол жаңағыдай Құранды арабша оқуға тырысып, жаңа көбірек жаңағыдай рухани уағыз насихаттар тыңдап, өзін дамытқан дұрыс. Машалла, керемет. Енді ұстаз, бұл ай несімен қайырлы жалпы? Бұл ай, мысалы, 12 ай бар ғой. 12 айдың ішінде, мысалы, соның бір айын Алла Тағала, жаңа өзіңіз айткендей, әр күн дінімізде ай бір ерекшеленеді да. Ал бұл ай несімен ерекшеленеді Рамазанда? Мысалы, көп адамдар бұл айдың енді оны аш жүресің сол. Аш жүрумен ерекшеленеді. Аш жүргеннен кейін адамның нәпсі әлсірейді, нәпсі әлсірегеннен кейін адам нәпсісіне жол бермегеннен кейін ол жақсарады деген сөз. Сосын бұл Рамазанның ерекшелігі Лайлатул Қадр, хайру мин альфи шахр, 1000 айдан қайырлы болған қадір түннің болуында. Рамазанның ерекшелігі сол. Өте керемет. Дәл соған келіп түстік. Жалпы бұл айда соңғы ғалымдарымыз енді түрлі көзқарастар бар ғой бұл жерде, қадір түні мәселесінде. Бұл қадір түні деген не? Және оны қай уақыттан, қай түннен іздеген дұрыс? Және бұл түнде адам ұйықтамай күту керек па, әлде тек қана құлшылықпен ба, әлде былайша келген кезде қандай амалдар жасап ол түнді өткізу керек? Соны түсіндіріп өтсеңіз. Рамазанның соңғы 10 күндігінде бұл пайғамбарымыз көрсеткен бізге ихтикаф амалы бар. Пайғамбарымыз соңғы Рамазанның 10 күн мешітте ихтикаф қылған. Дүниеден өтетін жылы 20 күнін Рамазанның ихтикаф қылған. Сондықтан осы Рамазанның соңғы 10 күндігінде мұсылман адам, ер адам мешітте, әйел адам өзінің үйінің бір бөлмесінде оңашаланып ихтикаф жасауға болады. Бұл да сол Рамазан соңғы 10 күнде атқарылатын ізгі амалдардың бірі, сүннет амалдардың бірі.
Ал енді Ләйләтул қадыр кешесі дейді, қадыр түні дейміз. Бұл қай күн деген кезде бұған байланысты әртүрлі ғалымдарымыздың көзқарастары келген. Енді егер біз Рамазанның соңғы 10 күнін, яғни 10 түнін құлшылықпен өткізсек, сол 10 түннің бірі сол қадыр түніне келеді. Ал сол түнге түскен болсақ, сол түнде жасаған біздің әрбір амалымыз 1000 айға еселенеді деген сөз. Сондықтан жаңағы садақа бергенде де сол соңғы 10 күнге бөліп беретін болсақ, соның біреу. Өйткені 10 күннің бірінде қадір түн, ол өтіп кету мүмкін емес, болмай қалу. Сіз 10 күн күткен болсаңыз, дәл соған түсесіз. Ал енді бір ғалымдар айтады, жоқ, соңғы 10 күннің тақ күндері дейді. Енді кейбір ғалымдар енді басым бөлігі 26-сынан 27-сіне қараған түн деген. Бұл енді сондықтан әлем мұсылмандары осы түнді жамағат болып, халық болып күтеді. Енді лайым сол қадір түнге сай келген болсын. Бұның қандай амалмен өткіземіз десек, сол жаңағы мүмкіндігінше, жаңағы сол енді 365 күн бар ғой, соның 365 күннің бір түнін ұйықтамай өткізуге болады деп ойлаймын да. Қалған 364 күн ұйықтай береміз ғой. Сондықтан ұйықтамағанда енді жаңағыдай дастархан жайып алып, тамақ ішіп, әңгіме дүкен, анекдот, прикол ұстап отыру емес. Болмаса телевизордан кино көріп жаңағы. Жоқ, ол түнде хотя бы зікір айтып, салауат айтып, Құран оқып, жаңағы болмаса жаңағыдай бір насихат тыңдап, в общем, құлшылықпен өткізу керек қой. Бір ауыз сөзбен. Машалла, керемет. Енді қадір түнін жаңа айтып түсіндірдіңіз. Енді бұл қадір түнін былайша кезде ауылдық жерлерде де баяғыда келіп, жаңа қадір түні Қыдыр ата келеді деген түсінік бар. Қыдыр мен қадірдің мағынасын ажыратып берсеңіз, кейін екінші сұрақ, бұл түнді мешітте ме, әлде үйде өткізген абзал ма? Мысалы, көбісі мешітке бара алмайды, жаңа жұмысы бар. Енді Қадыр ата туралы өзің айта бересің. Қайда өткізу керек десе, ол енді әркімге өзі қай жер ыңғайлы сол жерде өткізеді. Үйде болса үйде, мешітте болса мешітте. Ал Қадыр ата туралы өзің айта бер. Алла разы болсын. Жалпы қадыр мен қыдырдың мағынасын көбісі ажыратпағаннан кейін осылай түсінеді ғой енді. Бұл енді Қыдыр ата мен қадыр түні, ол қадыр сөзінің біреу былай түсінетін емес, ол Қыдыр ата ол енді өзі бөлек әңгіме ғой. Ол қадір түні, ол өзі бөлек нәрсе де. Бұлайда мысалы бір адам жұма күні мешітке барып шығып намаз оқып шықса, бір жеңілдеп қалады, дұрыс па? Дәл сол секілді бұлай жаңағыдай Рамазан айында көп адам тақуа болып, керемет бір жақсылықтарға жете бастайды, бірақ ораза біткеннен кейін өшіп қалады, сөніп қалады. Яғни оның себептері бар әрине. Сосын келесі жаңағы шайтандар кісенделеді дейді да, бұлайда бір көпшілік құлшылықтар жеңілдей бастайды. Сол шайтандардың барлығы кісенделе ма, соны айтсаңыз. Оны көргем жоқ қой. Пайғамбарымыз айтқандай, шайтандар кісенделеді. Значит, шайтандардың барлығы ол жаңағы сәресіден ауыз ашқанға дейін уақытта кісенделіп жатады. Сондықтан бұл енді Рамазан айында енді шайтан болмаса адамдар неге күнә істейді, қателік істейді, бір-бірімен ұрысып жатады дейтін болса, ол адамның өз нәпсінен болған нәрсе. Егер оны тәрбиелемесек, оны дұрыстамайтын болсақ. Сізге бір өзіңізге жеке сұрақ. Жарайды, үлкен ғалымдардың жеке ғалымдардың әртүрлі ораза ұстауындағы үлкен ерекшеліктері бар ғой. Ал біз білетін қазақ халқы танитын Резебек ұстаздың оразасы қалай өтеді? Кәдімгідей таңертең сәрес ішесің, елмен қатар соны уақыты келгенде ауыз ашасың, бисмилля деп, жаңағы құрмамен тәмам. Басқа ол жерден де бір ерекшелік жоқ бізде. Бәрі андай бір әулиені көргендей сұрақ қойдың ғой. Машалла. Күндізде кешке де тамақ ішпеймін деп айтсам қалжыңдап отырмын. Сондықтан құрметті мынау ораза ұстаған қауым, Алла тағала баршамызға осы құлшылықтың мәнін алу. Негізінде кейбір ғалымдар айтады ғой, ораза оразадан кейін басталады, қажылық қажылықтан кейін басталады деген секілді. Сондықтан негізгі бұл тәлім тәрбие ол оразадан кейін басталады ғой. Өзімізді қалай алып жүреміз, өзімізді қалай ұстаймыз, бұл оразадан біз қандай нәрсе алып шықтық, негізі соған көбірек мән беру керек. Машалла, сіз керемет, Алла разы болсын. Енді бұл енді біздің алғашқы бастамамыз ғой. Алла тағаланың қалауымен сізді шақырып осы жерге қонақ қылып, сіздің
біздің осы YouTube канал жүргіземіз, мысалы осыларды подкасттарды шығарамыз, ниет деген осындай нәрседе ұштасып жатыр жігіттермен бірге ақылдасқан түрде. Енді көптеген ұстаздар бар, бірақ сіз ертеден бастап келе жатқан ұстазсыз, біз үшін сол үшін сізді шақыртып осы жердің тұсауын кестіріп, Алла тағаланың қалауымен батаңызды алып, осы бастамамыз ары қарай көптеген ұстаздармен жалғасып үлкен жетістіктерге жету үшін көптеген амалдар жасаймыз. Әрине осы тұстағы біздің ораза мәселесі қозғауымыздың себебі, өйткені Алла қаласа Рамазан айы келе жатыр. Көптеген жастарға, көптеген ораза ұстаушыларға, көптеген енді ұстаймын деп жатқан жігіттерге, бауырларға, әпке қарындастарымызға үлкен бір жақсылық болсын, үлкен бір сондай бір жол ашып беретін осы уағыздарыңызбен, сіздің айтқан дүниелеріңізбен көптеген адамдар көп жақсы амалдар жасап кетсін деген ниетпен қылып жатырмыз иншалла. Енді ұстаз, сізге осы сұрақтардың барлығын түгендей келе, бұл Рамазан жөнінде бір қорытындылап, бұл айда не нәрсе істеген дұрыс, не нәрсе істемеген дұрыс, және де осы айды өткізгеннен кейін басқа айға көшеміз ғой. Сол уақытта осы қалпымызда қалып қалу үшін де ары қарай айымызды қалай өткізуіміз керек, соны айтып өтсеңіз, иншалла. Енді мынау қазір адам әлемнің өзгеруін қалаймыз да біз. Әлемнің өзгеруін қалаудан бұрын біз бірінші өзіміз өзгеруіміз керек. Сондықтан мен ойлаймын, осы адам өзін тәрбиелейтін, өзін өзгертетін бірден бір мүмкіндік осы Рамазан. Өйткені нәпсі аштықпен сағы басылып, шайтандар байланып жатқан кезде бізге көп мүмкіндік. Енді бұл оразада алған нәрдің пайдасы сол оразадан кейін өзімізді ұстап қалу ғой. Енді оны біз мына амалды істе, мына амалды істесең сақталып қаласың дегенмен, енді бұл адамның өзі жеке басына қатысты нәрсе. Өйткені айтады ғой, адам баласы қателесуші деп. Сондықтан ораза ұстап шықты, болды, бұл тазарды, енді біз қателік істемейміз деген сөз емес. Бірақ сол қателікті жібермеуге не істеуіміз, тырысуымыз керек. Сол оразада қандай біз болған болсақ, енді сол оразадан кейін енді ол шайтандар байланбайды, нәпсілер ашықпайды. Сондықтан ол нәпсіні жеңу бір бар, шайтанды жеңу бір бар. Ол кез келген адамға оңайға соқпайды. Сондықтан жаңағыдай ең болмаса жаңағы аптаның басы мен ортасы, дүйсенбі, бейсенбі ораза ұстап, кішкене біз өзіміздің алдын ораза ұстағанымызды сезініп, кішкене болса да оның сол Рамазандағыдай пайдасы тиеді. Бір күнде болса да жаңағыдай. Ал егер соған жаңағы әр айдың ортасына 13, 14, 15-індегі хижретпен 3 күндік оразаны қосып отыратын болсақ, сонда біз былайша айтқан кезде келесі айдың жаңағы бір 4 аптасында 2 күннен 8 күнін қоссақ, одан ан жағында бір 13 күнін қосатын болсақ, сонда 11 күн. Міне оразадан кейін өзіңді тәрбиелеудің, оразадағыдай сезінудің бірден бір жолын бізге пайғамбарымыз көрсеткен. Көрдіңіз бе, сіз жаңағыдай біз дүйсенбі, бейсенбі бір айда 4 апта болса, 4-ке қосып көбейтетін болса, жаңағы 8 күн, ар жағында 3 күн, сонымен 11 күн. Сонда былайша айтқанда бір айдың 10 күн біз ораза ұстап отыратын болсақ, онда Рамазандай болмаса да Рамазанға жақын болады деген сөзді жаңағыдай. Соны бізге пайғамбарымыз. Одан кейін жаңа Шәуәлда 6 күн оразамыз бар. Толық ұстаған адамға 1 жылдың сауабы берілетін. Осының бәрі адам бірден жаңағыдай Рамазанды ұмытып кетпеу үшін көрсетілген амалдар да. Алла разы болсын ұстаз. Енді біздің бұл подкастымыз енді сағаттап созылмайды. Өйткені біз жоба құрдық, және де ол қысқа бір метражда, яғни 40-30 минуттық болғанын қалаймыз. Өйткені қазір көп адамдар сағаттап дүниелер көре алмайды, өйткені уақыт жоқ. Сол үшін бізде ол адамдардың, яғни көрермендердің, яғни экранның сыртынан қарап отырғандардың уақыттарында бағалай келе, осы подкастымызды осылай қысқа метражға сыйғызып, иншалла, аз ғана адамдарға бір аз болса да үлкен ақыреттік азығы болуын ниет қылғанбыз. Иншалла, ұстазымыз Ризабек ұстаз, келгеніңізге Аллаху субханалла тағала разы болсын. Әрбір ісіңізге береке берсін, иншалла. Сіз осы бастаманы бастадыңыз, енді үлкен
дәл сол секілді ұстаздарымыз да келіп осыны қоштап ары қарай жалғастыруына біз Алла ниет берекесін қыламыз. берсін. Иншалла сіздің дұғаңыз керек бізге. Сол үшін Алла Тағала келгеніңізге үлкен сауапты жазсын дегіміз келеді. Ал енді көрермендерге келетін болсақ, құрметті көрермендер, Алла Тағала әрбір іс жасаушыға, әрекет жасаушыға былайша айтқан берекет беруші ғой. Сол үшін біз осы кішігірім жобамызды бастадық. Енді бұл жобаға көбіміз атсалысайық, өйткені бұл жоба жаңадан басталған. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос дейді ғой. Сосын Абай атамыз болсын, кез келген аталарымыз болсын, кез келген шариғаттың болсын, діннің болсын, хадистің болсын нәрсесін өзінің былайша айтқан кезде қазақ екі тілдің ауыз қаймақтай қылып жеткізіп біздерге не қылып берген, түсіндіріп берген екен да. Сол үшін сіздерден біз қолдау күтеміз. Біздің YouTube каналымызға жазылыңыздар. YouTube каналымызға тіркеліп, осы YouTube каналдан сіздерге қызықты да шыжықты болатын мәліметтер және де рухани сіздерге подкаст, яғни бұл нәрседе түрлі ұстаздар келеді, оның ішінде қарилар да болады, оның ішінде ұстаздар да болады. Бұйыртса бүкіл қазақ еліндегі аты шыққан ұстаздардың барлығын шақырып, және де ол кісілердің сіздерге осы YouTube каналымызға пайда беретін ақпараттар және мағлұматтар, уағыз насихаттар жасаймыз деген ниеттеміз. Сол үшін Алла Тағала ісімізге береке берсін. Келгеніңізге, ұстаз, сізге Алла разы болсын. Алла Тағала әрбір осы Нұр-Мүбаракта сабақ беріп жатсыз ғой, ақидадан, тахауиден. Сол иншалла сол ісіңізді ары қарай жалғастырып, Алла Тағаланың дінін осылай өміріңіздің соңына дейін жалғастырып, Алла Тағаланың алдында сонда қабыл болған үлкен ғұлама ғалым болып, Алланың алдында және пайғамбарымызбен бірге тірілуіңізді Алла Тағала нәсіп етсін дегіміз келеді. Алтын уақытыңызды бізге бөлгеніңізге Алла разы болсын. Ал әзірге бауырлар, құрметті көрермендер, біз сіздермен қоштасамыз. Алла Тағала осы ісімізге береке беріп, және сіздердің қолдауларыңызбен осы каналымызды дамытамыз деген ниеттеміз иншалла. Ұстаз, Алла разы болсын иншалла.